Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколадты медовик тортын жасаймыз. Бұл торт өте нәзік, өте сондай ауызда еритін деп айтады ғой. Сондай болып шығады. Оған 100% кепілдік бере аламын. Торттың сыртқы көрінісі де, оның дәмі де бомба балмұздағына өте қатты ұқсайды. Сіздерге ыңғайлы болу үшін барлық ингредиенттердің мөлшерін описаниеде қалдырамын. Ендеше бастайық. Алдымен біз 2 жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне балымызды саламыз. Балды салып болғаннан кейін үстіне аздаған тұз, какао, сары май салып, олардың барлығын отта ерітеміз. Массамыз 1 келкі болу керек. Біздің какаомыздың түйіршіктері ішінде толықтай еріп, 1 келкі сұйық масса шығу қажет. Осындай сұйық болғанша үнемі араластырып тұрамыз. Кейін ыстықтай тұрған кезде 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Ол осылай көпіруі қажет. Массамыз бірнеше сағат бөлме температурасына суиды. Енді оған ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Алдымен лопаткамен немесе қасықпен, одан кейін қолымызбен илейміз. Және де қамыр 1 келкі болғанша осылай жақсылап илеуіміз керек. Міне осындай қамыр шығу қажет. Қамырды 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып, енді оны бөліктерге бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Әр бөлігім шамамен 80 граммнан шықты. Енді әр бөлікті алып, оларды жеке-жеке мұнда видеодағыдай шариктер жасаймыз. Дөңгелектеріміз дайын болғаннан кейін оларды жеке-жеке жайып шығамыз. Әр қайсысын жайып отырып бірден пісірсеңіз де болады, немесе барлығын жайып алып, одан кейін бір пісірсеңіз де болады. Тек жайған кезде онда отыруды ұмытпаңыз. Жайып болған әр қамырымызды осындай мен 17 см тәрелке алдым. Тәрелкенің көмегімен кесіп шығамыз бірдей қылып. Одан кейін оларды қызып тұрған табада, антипригарный табада пісіреміз. 30-40 секунд піссе жеткілікті. Маңызды нәрсе күйдіріп алмауымыз қажет. Күйіп кетсе тортымыздың дәмі бұзылып кетеді. Мен корждардың жанынан кесіп тастаған қалған қамырдан тағы 1 корж жасадым. Яғни менде 9 корж шықты. Онымен қатар тағы да сыртын әсемдейтін тағы 1 корж шықты. Міне 9 коржым да дайын. Оларды әбден суытып алдым. Енді біз крем жасауға кірісеміз. Крем жасау үшін бізге шұңғыл ыдыс қажет, және де мен осында Чудское озеро деген сливки алдым. Клейгейдің майлылығы 33-35%-дан кем болмауы қажет. Оның үстіне қант ұнтағын қостым. Мен 100 грамм қант ұнтағын салдым, және де міндетті түрде 25%-тен кем емес қаймақ болуы қажет. Олардың барлығын араластырып, миксермен 1 келкі қою масса шыққанша араластырамын. Креміміздің қоюлығы осыншалықты болса жеткілікті. Біздің креміміз қатты сұйық болмау керек, және қатты қою болмауы қажет. Осылай жинайтын ыдысымызға аздап крем жағамыз. Одан кейін әр коржды кезекпен-кезек крем-корж ретімен орналастырып шығамыз. Тортымызды осылайша жинаймыз. Соңғы корждың үстінен және шеттерінен барлық жағынан кремдерімізді жағамыз. Одан кейін мен блендердің көмегімен 1 коржды ұнтадым, және де оның сыртының барлық бөлігіне сеуіп шықтым. Енді осылай барлық жағына тегістеп жайып шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Тортымызды түнге болса тіпті жақсы, немесе 6-7 сағатқа тоңазытқышта сақтауымыз қажет. Осыдан кейін корждарымыздың барлығына крем сіңіп, өте нәзік, өте дәмді, өте қатты тәтті емес, керемет тортымыз дайын болып шығады.
тортты істеу өте жеңіл, өте тез, көп уақытыңызды алмайды. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Көрдіңіз бе, қандай нәзік болып кесіліп жатыр. Сіздер жасап көріңіз, барлығыңызға ас болсын.